Халық қайырымдылық қоры ұсынады. Ұшақ қанаттарының астындағы шығынға бөліктер не үшін қажет деп ойланып көрдіңіз бе? Бұл жалғас қанатшалардың жетек тетігі. Басқаша айтқанда, осы шығыңқы қораптың ішінде жалғас қанатшаларды іске қосатын қызықты тетік бар. Бұл бейнеде оның құрастырылымын мұқият қарастырамыз. Ұшақ қанаттарының артқы жиекке бекітілген жалғас қанатшалары болады. Оларды шығарған кезде көтергіш күш ұлғая түседі. Ол үшін жалғас қанатшаның қалай қозғалу керегін көріп тұрсыздар. Ол бір мезетте бұрылып шығарылуы тиіс. Осындай қозғалысты тудыратын жалғас қанатшалардың қарапайым тетігіне назар аударайық. Оның бір бөлшегі ғана орнын ауыстыра қалса, қажетті қозғалысқа қол жеткізу тетіктің ерекшелігі болып табылады. Бұл тетікті жеңілдетіп көрейік. Оның негізінде топсалы 4 бұрыш жатыр. Көрсетілгендей, жетекші иін қозғалғанда жетектегі кулиса бұрылады. Ойдағы қозғалысқа қол жеткізу үшін бұл тетікті түрлендіріп көрейік. Біріншіден, кулисаның ұзындығын ұзартып көрейік. Сонымен қатар біріктіргіштің де ұзындығын ұзартайық. Кулисаның аяқ жағына тағы бір топсаны қосайық. Соңғы жұмыс элементі осы екі иықтың арасында қосылады. Кулисадағы А және Б нүктелеріне көңіл бөлейік. Б нүктесіндегі жылдамдық А нүктесіндегі жылдамдыққа қарағанда жоғары болатыны анық. Бұл жылдамдық біріктіргіш иықтары арқылы жұмыс элементінің С және Д нүктелеріне беріледі. Жалпы жұмыс элементінің С нүктесі Д нүктесіне қарағанда жылдамдау қозғалады. Бұл қозғалыс үлгіде көрсетілгендей, оның бұрылуына ықпал етпек. Мұның нәтижесінде ілгерілмелі қозғалыс қамтамасыз етіледі. Тұрқы жұмыс элементімен байланысып, жалғас қанатшаға пісіріліп жалғасқан. Сөйтіп, жалғас қанатша қалаған қозғалыстың соңынан ере береді. Бұл шығыңқы бөліктер сондай-ақ ұшақтың аэродинамикасын жақсарта отырып, соққыға қарсы элементтер қызметін атқарады. Келесі жолы ұшаққа отырғанда қанаттың астындағы үлкен шығыңқы қораптарда қандай тетік жатқанын тауып көріңіздер. Ұшақтың қалай ұшатынын түсінгіңіз келсе, біздің арнамыздағы басқа бейнені басып көрсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.